Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. 30-ші бет, 29-ші жаттығу. Listen and write. Біз бұл жерде жануарлар туралы айтылып тұрғанын көріп тұрмыз. Динозавр, бұрын соңды біз көрмеген, өмір сүріп кеткен тіршілік иелері. Және де біз бұл жерде көріп тұрмыз. Бұлар Қазақстанда 1000 жыл бұрын мекендеген, мына бірінші суретте көріп тұрған. Бізде бұны единорог деп айтылып кеткен, жалғыз мүйізді бас. Және де олардың салмағы 4 тоннадан асады, бойлары 4 метрден асады. Және де Қазақстанда 1000 жыл бұрын мекендеп кеткен деседі. Және де бұл жерде біз 30-да бізде write and write and answers in your notebook. Дәптерлеріңе жазып оқимыз, жазамыз, Take tours to ask and answer the question. Бізде айтылған қазір When I did the Siberian with corn life. 1000 жыл бұрын өмір сүрген, years ago. What I did the Siberian Wisconsin look like. Іште бізде where did the Siberian Wisconsin get its name from? Because or horn. Because on half horn. Және де 4-те бізде болады. What colors is Nancy gray? 5-те болады бізде. In Scotland. 6-да болады бізде big body. Big body. Олар Siberian lived in Russia деп тұр. Бұлар Россияда өмір сүрген жоқ. Қазақстанда өмір сүрген, It lived in Kazakhstan.